Бүгін қазақ борщын дайындаймыз. Қазанымызға ет саламыз, қайнатамыз. Картошка, свекла, сәбіз турап дайындаймыз. Қазанның бетінде көбігін аламыз. Бульон саламыз. Қайнатып қойып қоямыз. Етіміз пісем дегенше поливкамыз дайындаймыз. Газымызға сковородканы қойып, май құйып, сәбіз, свекла салып, қуырып аламыз. Үстіне чеснок, қара бұрыш, 2 қасық уксус. Осымен подливкамыз дайын. Майдалап капустамыз турауға кірісеміз. Етімізді сүзіп аламыз, оны да турап қоямыз. Және қайнап тұрған қазанымызға, сорпамызға капуста саламыз. Бір қайнатып аламыз. Піскеннен кейін етімізді салып, подливкамызды салып, араластырамыз. Осымен қазақ борщы дайын. Барлығыңызға ас болсын.